Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қараойға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой өргізіп шығарын жақсы біледі. Қараойдың жазығы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдаған қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау, күткен салт атты. Алдында бір қора қойы бар Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табаннан жырақ шыққан қозылақты хайт-хайт деп қайырып қояды. Қараңғы таңғы жарықтық қыздың нәзік даусын алысқа іліп ала жөнеледі. Алдындағы жотаға көзі түскен Айзаттың қуаныштан жүзі бал-бұл жанып шыға келді. Сабыр ғой анау. Дәл өздері белгілеген кездесетін дөңнің үстінде тұр, қолын бұлғайды. Маң-маңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табынды жотаға қарай қиялата дедектете түсті. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көптен көріспеген екеуінің шөліркеген ыстық албырт еріндері бірін-бірі асыға аптық аймалап, ыстық сүйіске көміле берді. Сабырдың әбден сағынған Айзат денесін қаусыра сипалап, үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеудің бойындағы лап етіп өшкен от тұтатып, құштарлық сезімнің отын үрлей түсті. Ләззатқа бөгеліп, шиыршық атқан қос дене көк шалғында аймаласа құлады. Қыз үстіндегі жұқа жейдені епті қимылмен сыпырып тастаған Сабыр шалқасынан жатқан қыздың кеудесіне діріл қаға бір көтеріліп бір басылған тығыршықтай қосанарды ессіз құмарлықпен еміне аймалайды. Жігіттің әр қимылын жан тәнімен сезініп, үйіп бара жатқан денесін игере алар емес. Әрбір мүшесі тояттап алмай, тағы дегендей, жігіттің әр қимылына жауап қата бастады. Осы сәтте жігіт жайлап қана қыз денесіне бойлап ене берді. Ғажайып тәтті дүние есігіне ене берген қыз тәнін найзағайдай бір жалқыл осып өтті. Жанын көзіне көрсетіп осып өткен жарқылдың не жарқыл екенін ұғып үлгермеген қыз тәні тұңғиыққа қайта еніп жүре берді. Әлден уақытта қыз тәні жігіт бойынан бөлінген ыстық толқынды сезіне, олмен бірге бүлкілдей жөнелген өз тәнінің ләззатын үзіп алғысы келгендей талықси көз жұмды. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма? Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғанда карантин деген болады, сонысынан шыға алмай жатқан болар деп өзін-өзі жұбатып қойды. Кеше қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елжірей қалап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалды. Денесін әсіресе кіндігінен төмен үйіп кеткен белгісіз бір сезімді әрең іркіп алды. Қанаттың өзін жиі жағалай бастағанын сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қой ауылда жатқан ол да аудан жақтағы өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалады. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегінде әлде бір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяғы ауырлап қалмаса еді. 2-3 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын саса бастады. Таңертеңгі асқа қарай алмай, ұлықси жөнелген бүгінгі жайы бар үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек? Әкесі сезсе ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам. Ауыл арасында жиілеп күткен мұндай жайды естіп жүрген анасы, еркілікті тәрбие алған, әйел баланың оң жақта отырып бала тапқаны сүйекке таңба, ат атына жегіп сүйек сындырады
деген жаман атақ сол деп отыратын. Шешесі кешпейді ғой бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе сабырды кінәлайды, біресе жігітке тоқтау айта алмай дегеніне көне берген өзінің ессіздігін қарғап жер-жебіріне жетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Қалайда бір әрекет ету керек. Алдырып тастауға бейкүнә шарананың обалынан қорқады. Кәртейгенде әке-шешесін айналадағы қойшылардың салпы етек әйелдерінің өсегіне жем болып тірдей көмгісі келмейді. Істерге амал жоқ, шарадай басы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бей-жай отыр. Осы кезде марқайып қалған қозыны құшақтап, мал қорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын бұлғады. Қанат. Салы суға кеткен қыз қарманарға қара тапқанына қуанып кетті. Өзін екі оттың ортасына тастап кеткен сабырды қия алмай, жылай да жылай отырып, ұятын ойлаған Айзат бір шешімге келді. Өзіне ұнатып қалған кісідей елжіреп қарайтын Айзат жақындап кетсе құбыжық көрген еліктей едірее қалатын. Соңғы кезде өзіне бір түрлі жылылық танытқандай Қанаттың бойында бір сезім. Қыздың бұл қылығы Қанатты үміттендіріп жіберді. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кетәрі емес екенін сездіргелі бері бойында батылдық пайда болды. Қозыларды қарауды ұмытып, олар ұлығып жетеуі бірдей өліп тынған бір түн бәрін шешті. Арада апта өткесін ауылға атпен барып қайтқан Қанатпен лесіп келген әке-шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып, 3 айдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашқы 2 хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайын білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып, үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың үйлену тойына түскен суретін көріп, төбесінен жай түскендей болды. Өзінің қатын асыға күтіп жүр деп сенген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, мұнан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп, Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да, оның өз үйіне баратынын, хаттың ағасының қолына тиетінін ойлап, ол ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңде екені рас, тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай жан тәнмен сүйген, әлде болса ұмыта алмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады дегенмен, сүйгеннен басқаға қия алмас қайран көңілі әлде қиналып кетті. 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай ғана уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралы жедел хат Сабырды уақыты бітпей әскер қатарынан босатты. Ағаң қайтыс болды, тез жет деген 5 сөз жүрегіне шаншудай қалдырылды. Қанатым, жаным ағам. Өкпеге тіпті қызғанышқа да қиып жіберген тете өскен ағасын өлімге қия алмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күні жаназасының үстіне жеткен Сабыр бауырымдап боздап келіп киізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиналған жұрттың көңілін босатып, көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп құлап бара жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр, жас жуған жанары тұманданып демей берген. Былқ-сылқ еткен жас денені көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіре берістегі төсекке шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екенін сонда барып таныды. Нашатыр спирттің иіскеткесін селт етіп көзін ашқан Айзат Сабыр деп көбіретті де қайта талықсып кетті. Қанаттың қырқын беріп, зират басына барып қайтқан көптің соңында ілбіп келе жатқан Айзат өз ойымен арпалысуда. Өзінің ар-ұятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзі мен Сабырдың күн сайын көтеріп жауап күткен сұраулы жүзі кезек алмасып жанына маза берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай
туған мұның ұлы жанын қинап, басы артық бір сұрақ қоймап еді жарықтық. Кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болатын. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің иегіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатқа да, Қанатқа да тартқан емес. Ол екеуі де арманға айнымай қонған сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықты сабырдың өзі де байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдына алып, оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңқырды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп, ойланып отырған үстіне түскенді. Өзін байқап қалған сабырға жұмбақтау жымиып, бас изеп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрегі сезе ме, кім білсін. Өткен жолы телевизор көріп отырған сабырды папалап барып, алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабар жоқ қарттар. Құлыным-ай, сабырды папасына ұқсатып жүрау алды-ай қарағым, деп күрсініп, көз жастарын сығып алды. Бірі қайны, бірі жеңге болып, сүйіскен екі жүрек бір шаңырақ астында, екі бұрышта ақ ұрды. Көзден кетіп көңілден суыған, 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін ұмыта басталған бір көлеңкедей болды. Оның есесіне көз алдында жүрген сабыр күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырды. Қанатпен өткен 2 жылда әйел болып сабыр сыйлаған алғашқы төсек ләззатындай сезімді сезініп көрген емес. Кейде сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахат табатын. Өзінің сабырды әлде ессіз сүйетінін жарықтық күйеуі тірі күнінде мойындап, қайнысының келер уақытын жақындаған сайын бойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелінің арасындағы бұл байланыстан бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме, әлде маңдайына жазған ғұмыры келде болды ма? Әйтеуір Қанат аз ғана қиналып бұл өмірден бас кешті. Бір аптада аузы мұрнынан қан кетіп, өмірден өтіп кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семей полигоны, бір жағы мына тиіп тұрған Тарбағатай тауларының ар жағындағы Қытайдың Лобнұр деген атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін 2 аттам жерде қабырғаның ар жағында жатқан сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Ләззат аңсап сансыраған әйел санасы анда-санда селт етіп, көмескілене бастаған күйеуінің аруағынан кешірім дәметіп, кешір Қанат, кешір деп күбірлеп кетеді. Ата енесі бүгін таңғы салқынмен ат арбасын жегіп, көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгінде жанар жағармайдың тапшылығынан аудандағы жұрттың бәрі темір тұрпарларын қаңғытып қойып, көбіне ат арбамен жүретін болған. 2 ауылдың ортасына жастар атты жегіп алып, такси ретінде ақша тауып жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылында осындар жайлар болып жаттады. Қарттарды аттандырып салып, сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып, өз бөлмесіне қарай өте бере, сол жақтағы сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де байқамай қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап, таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан сабырдың өзі жақсы көретін иегіндегі ойық сипамаққа болып қолын апарып созған еді. Сол сәтте сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына қарсылық жасауды ойламаған Айзат еріндерін ашып көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалынып жатқан жігіттің құшағы мен толықсыған келіншектің шиыршық атқан денесі сезім толқынындай болған көк торғын көрпенің астында біресе асау толқындай тулап, біресе жай ғана бүктеліп жатты. Әбден тояттауып шаршаған ұрысқан екеу бір-біріне еркелей жымиып,
құшақтарын қайыстырып айрылмастай қаусыра түсті. Адасып табысқан қос жүрек бірге соғып, бірге тыныстап жатты.